Қазақта бір ғажап сөз бар. Жігіттің өзімен тартыссаң да бағымен тартыспа деген. Бұны бұрын көп айтатын. Ол не деген сөз? Жігіттің өзімен тартыса. Мүмкін сен ол жігітпен білімде жарысуың мүмкін. Мүмкін махаббатта бәсекелесіп бір қызға таласуы мүмкін. Мүмкін бір кәсіпте қатар келе жатып, үйге, мансапқа таласуы мүмкін. Таласа бер. Өзің мықтылығың, кәсібилігің жетсе асып түс. Бірақ бағымен таласпа деген, ол сенен озды, сенен үлкен қызметке барды, сенен көбірек атаққа ие болды, сенен көбірек дүние мүлікке ие болды. Мүмкін баласы сенің балаңнан ақылдырақ, мүмкін әйел сенің әйеліңнен әдемірек, ақылдырақ, дана болатын болса, жігіттің өзімен тартыссаң да бағымен тартыспа деген, оның Құдай берген артықшылығын мойындау керек. Оның тағдыр, Алланың ісі деп қабылдау керек. Сонда пендеге жеңіл болады. Ал енді ол есікті бір ашсаң, оның өзін, баласын, қызметін, қандай да бір артықшылығын жамандап, күңкіл сөздің есігін бір ашсаң, ол тоқтамайды. Бір жылдан кейін қарасаң, оны дұшпан көріп кетесің. 2 жылдан кейін қарасаң, ата жау болып кетеді. Неге? Соның басы неден басталды? Соның бағын қызғанудан басталды. Сондықтан өз жүрегімізді таза ұстаймыз десек, Алланың келе жатқан игілігін өзімізге берекесімен бұйыртамыз десек, біреудің бағына тілекші болу керек. Жігіттің өзімен тартыссаң да бағымен тартыспа деген, оның Құдай берген бағын қызғанбау керек.